Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Бүгін бізде өте тамаша бір видео болайын деп отыр. Сол үшін лайктарыңызды басыңыздар, қолдап кетіңіздер. Давайте біз кеттік деп қойшы. Бүгінгі видеода мен өте тамаша сіздерге бір баг көрсетейін деп отырмын. Баг және де тактикалар көрсетемін, достар. Сіздер давайте лайк басып кетіңіздер және де мені қолдаңыздар. Және де мен сіздерге айтатын, осындай жұмыртқаны қалай жинайды, тағы да басқа заттарды қалай жинайтын айтып кетемін. Және де жетон победительді қалай жеңу қажеттігін де айтып кететін боламын. Топ 3-ке қалай кіруге болады, соны айтамын. Ең алдымен біз рейтинг ойнағанда біз мастерге жету қажетпіз. Мастер тағы да басқа рейтингті көтеру қажетпіз. Біз бірақ рейтингті көтеру бізге вообще-то қиын деп қойшы. Бізге қиын өйтіп көтеру. Мысалы, сіздер жаңадан бастасаңыздар, қиын болады. Сіз сол үшін рейтинг ойнағанда шет жақта ойнаңыздар. Барынша шет жақта ойнаңыздар. Мен сіздерге айтатын алғашқы кеңесім, потом сіздерге айтатын тағы бір кеңесім, екінші кеңесім, сіздер осылай жерге түскен кезде осындай бір үйді біреу лутайт етсе, оның қолында бір автомат болуы мүмкін. Ол стопуды айтуға болады автомат болатынын. Сіз сол кезде одан қашпай, керісінше қолмен ұрып, оны құлатып тастауыңыз қажет. Просто қолмен, қолмен болды. Все, қолмен ұрасыз. Сөйтіп, қолмен ұрып, оны құлатып тастайсыз да, луткасын алып, арғарай ойын матчты жалғастыра бересіздер, қиналмай деп қойып енді. Сондай екінші тактикамыз. Үшінші тактика ол осындай автомат алғанда қателеспеу керек. Бір дальний, бір ближний болу керек. Және де сізде бір аптечканың саны бір. Мен өзіме сумкіме байланысты алам. Осындай екі теорияның сумкісі болса, үшеу, ал үштікі болса, көп аламын десем де болады. Мен нешеуін аламын, 5-еуін аламын. Ал содан кейін мен автоматтың оғын екеуінде 150 қылып қоямын. Мысалы, 150-ге дейін апарамын. Все. Прицел көрген сияқты болдың ғой. Жоқ, прицел жоқ. Солай, содан кейін мысалы, сіздер алыста бір адам кетіп бара жатса, сіздер осылай оғандан болсын ата бермеңіздер. Олар сізге атса, кішкене тығылып, өзіңіздің автоматыңыздың күшіне байланысатыңыздар. Егер мысалы мен біреу қашып бара жатыр атсам, сізді көрмейді, ол там болсын жүгіріп бара жатыр деп бір жаққа бару үшін. Сол кезде сіз оны атсаңыз, вообще-то сізге оның автоматын сіз қандай екенін білмейсіздер де, ол сізді мықты автомат, снайпер, граза, СКС, прицелі бар автомат болса, сізді қырып тастайды, Сосын осындай бочкаларды кимеген дұрыс. Оның модысы кетті, енді оған ешкім сенбейді. Любой адам атып қарайды деген ойдамын. Қазір Free Fire ойнайтын адамдардың көбісі сөйтеді деген ойдамын енді. Бас жасайтындар. Міне, мысалы, бір использователь аптечкамен жаныңыз толтырып атқан кезде өйстіп отырып тұрыңыздар. Сол кезде сізге біреудің атқан оқтары тимейді деуге болады. Тұрған кезде біз өйстіп жарып жібереміз. Әйтпесе лутайт етіп атқанда сіздің адамыңыз сізге қарама-қарсы сіздің врагыңыз атып тастауы мүмкін сізді. Сізге біреу сіздің артыңыздан, тағы бір айтатын тактикам, біреу сіздің артыңыздан көлікпен қуып келе жатса, өйстіп бұрыласыздар да, қойып қаласыз, болды, анаған соғысады, ол обязательно түседі көлігінен, түспесе қайтып қойып тастайсыз, аттайсыз. Мықты емес, жалпы жақсы.
Сіздер мысалы, короче, бар емес па? Жетон победитель ойнап атасыздар да, сіз топ 10-ға кіргіңіз келеді, сол кезде криса оласыз ғой, сол кезде бүйтесіздер да, ана жерге мина қоясыз, ол сосын ол байқамай үйге кіргенде ол бум өледі достар. Мына біреу тұр, ане достар, қараңыз, қара, басынан атасыз, короче, ондайлардың, міне, өстіп алып келесіз жайлап. Анау қимылдамайды ғой, ондай болса қараң, өстіп атыңыздар, атып достар. Сол кезде оның басына хедшотқа тиеді достар, тиістет, ол жан-жаққа шашырайды. Сосын достар, мысалы біреуді көресіз ғой, өстіп отырып кіріңіз үйге қарай. Мысалы бүйтесіздер да, бомбаны алып ішіне лақтырып жібересіздер терезесінен. Сосын үйдің ішіне смело отырып кіре беріңіздер. Сосын тағы айтатыным сіздерге, өстіп отырып кіресіздер ғой үйге. Сөйтіп атасыздар. Сосын аэродроп көргенде вообще криса оласыздар. Өстіп аэродроп, кешіріңдер. Чайны қолыма тиіп кетті. Короче, өстіп аэродропты крисовать етіп отырасыздар. Біреу келгеніңізде тырс еткізесіз, болады ғой, проблема шешілді ғой. Сонымен менің видеом аяқталды достар. Сіздер лайк басып қолдап кетіңіздер, және комментария жазып, және де каналыма жаңадан келгендер болса тіркеліп кетіңіздер. Мен енді алдағы уақытта видео көп түсіруге тырысамын, бірақ менің қолым босамай жүр. Босағанда сіздерге видео түсіремін деп сөз беремін. Сіздермен түсінеді деген ойдамын. Ал сіздермен болған аза тайм, келесі кездескенше давайте.